Қане, қайдан келдің? Тілек сияқты. Тілектің бойы да осындай болып тұр ғой. Тілек жоқ, енді тәужан құшақтаймын. Тілекке подарок өзейді. Мүмкін шынайден. Тілек шетелге кетті, Балиға жетті. Вау! Тілек. Шақты екен? Шақ сияқты. Сәл ерте бергенде ғой. Қазір Балида киіп жүреді. Балида жүрмәді ке? Иә? Вьетнамнан Балиға жетті, Құдай қаласа. Еще қасында нандай бар екен. Шоколад. Жеп қойсақ, Тілек ұрсады. Тап қойып қояйық. Айгүл мен Тәуіржанның жас аралығы айырмашылығы қандай дейді? Бір жас. Сіз? Кіші, үлкен? Мен 98, ол 99. Иә. Сосын тағы бір сұрақты байқадым, ренжіп қалған сияқты Айгүл Тәуіржанға дейді. Солай ма? Оны эфирде айтамыз. Иә, бүгін ортада, бүгін барлығын білетін боламыз. Сосын өте көп сұрақ, Айгүлдің шын айтсыншы, шын ниеті, шынымен жақсы көре ма деген сұрақ. Мәссаған. Өте 2-3 сұрақты солай байқадым, шынымен жақсы көре ма деген. Оны да эфирде айтамын десем де. Бәріне бір қалдыра берсең, иә? Солай. Енді айтсаңыз, жақсы көрмесем жүрмеймін ғой деп. Ол да бар ғой, әрине енді ол логично ғой. Жақсы көрмесем жүрмесін. Солай екен, достар. Эфирде міндетті түрде бүгін көріңіздер, эфирде барлығын білетін боламыз. Ал енді үйге келдім, эфирден кейін бәрі сұрап жатыр. Қанша екен ана жақта, қандай ақша деген сияқты қолдаушылардың берген сыйлық осы. Негізі $1 мына жақта бір 100 бірден десем, одан да көп сияқты негізінде. Соны қарап, примерно 200 ма, 200 ба деп түсінбей тұрмын. Қазір осының бәрін былай шешіп, сіздерге айтатын боламын қанша штук екенін. Енді бәрінің қолдаушылардың идеялары таңғалдырудан жалықпай жатсыздар. Қараңыздаршы. Ойбай, қолдаушылардың топ қой. Неше түрлі нәрсені жеп жатыр. Осындайға дейін барғанына өзімен кішкене ұялып қалғаным бар сәл-пәл. Басынан бастап, мисс кезінен бастап негізінде қолдау жақсы басталған болатын. Сол кезінен бері қолдап келе жатқан жандарсыздар деп ойлаймын. Сол сіздерге алғысым шексіз әрине. Қандай жағдай болса да, даже менікі дұрыс емес болып қалып жатса да, мені қолдап барынша маған поддержка беріп жатасыздар. Сіздердің поддержкаларыңызға мен енді шексіз басым деймін, ризамын. Көп-көп рахмет.